Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 91 сабағы жалқы есім және жалпы есім тақырыбы. 27 жаттығу. Суреттерге қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Балалар, төмендегі суреттерге назар аударыңдар. Бірінші суретте біз айнаны көріп тұрмыз. Одан кейін қыз баланы және алманың суретін көріп тұрмыз. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр. Оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Балалар, бізде айнаның және алманың суреті кіші әріппен жазылып тұр. Ал адамның есімі бас әріппен жазылады. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, әсел, алматы, іле, құтжол. Мінекей балалар, осы ережені жаттап аламыз. 28 жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Бекен төкен тете екен, тете үлкені бекен екен. Өлеңнің авторы Әдібай табылды. Жалқы есімдердің астын сыз. Өлеңдегі жалқы есімдер бекен, төкен, бекен сөздері. Өйткені бұлар адамның есіміне жатады. Келесі 29 жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат, Манат екеуі киім-кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептепсем көренді. Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы. Енді балалар, төмендегі тапсырмаларды бірге орындаймыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Жалқы есімдерді тап. Өлеңдегі негізгі ой баланың есептей алу қабілетін дамыту, санауға үйрету. Жалқы есімдер: Қанат, Марат, Таңат, Талап, Самат, Сағат, Жанат, Манат. Бұл өлеңдегі балалардың есімдері, бұлар жалқы есімдер. 30 жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Бата. Б әріпін алып тастасақ, ата сөзі шығады. Әсел, сел, емен, мен, қаша, аша және қаш сөзін құрастырсақ болады. Ажар, жар, асан, сан. Мінекей балалар, осылайша сөздерді құрастыруға болады. Келесі 31 жаттығу. Мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біліп келіңдер деп тапсырма берді. Әлия Талдықорған жеріндегі әнші құм. Дәулет Бурабайдағы жұмбақтас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сен өз өлкеңдегі табиғат ғажайыптары туралы не айтар едің? Балалар, бізде табиғат ғажайыптары өте көп. Соның бірі Теректі әулие шатқалы. Ұлытау ауданы Теректі теміржол бекетінен солтүстік шығысқа қарай 18 км жерде орналасқан. Ұлытау ұлттық тарихи мәдени және табиғи қорық мұражайының аумағында батыстан шығысқа қарай тізбектелген күлгін гранитті жоталардан тұрады. Қатты жел эрозиясына ұшыраған жоталар жарты шар күйіне ұшыраған. Төбелердің шыңдары мен жандарында үңгірлік суреттер бар. Суреттердің көпшілігі аттың суретін бейнелейді. Мінекей балалар, сендер де осылай өздерің қалаған табиғат ғажайыптары туралы әңгімелеп берсеңдер болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар аударып тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.